Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Осыған дейін сіздерге айтып келгендей, Ресей мен Украинаның арасындағы қақтығыс шиеленісіп бара жатыр. Енді Украина әскерлері Ресейдің аумағындағы қаншама елді мекенді, соңғы деректерге қарағанда, Украина әскері Ресейдің 80-нен астам елді мекеніне иелік етіп отырған көрінеді. Яғни Ресей аумағындағы, Курск аймағындағы қаншама елді мекен енді украиндардың қолына өтіп кетті. Енді қазақ қоғамын толғандырып жүрген үлкен бір мәселелердің бірі бұл ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы, яғни ОДКБ. ОДКБ-ға Қазақстан, Қырғызстан және Армения, бірақ Армения өздеріңіз білесіздер, мына жақында ғана ұйымнан шығатындығы туралы мәлімдеген болатын. Сонымен қатар Тәжікстан, Ресей мемлекеттері осы ОДКБ-ның құрамына кіреді. ОДКБ-ның Қазақстандағы беделі дейміз бе, статусы дейміз бе, әлде халықтың арасындағы көзқарас дейміз бе, қалай дегенмен де осы кезге дейін қаншама қоғам белсенділері, саясаткерлер Еуразиялық одақты қатты сынап келсе, яғни кедендік одақ бұл бізге тым тиімсіз деп сынап келсе, мына қаңтар оқиғасы кезінде ОДКБ әскерлері 1992 жылы құрылған ОДКБ алғаш рет өзге елдің өзінің құрамындағы мүше елге қауіп төнген жағдайда әскер кіргізді. Қаңтар оқиғасын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Жалпы осыдан кейін ОДКБ туралы халықтың арасында бір сенімсіздікпен қарау, немесе бір жек көрушілікпен қарау ма, қалай айтуға болады оны, салқын қарау белең алды. ОДКБ-ның есімін айтқан кезде, яғни ОДКБ туралы айта бастаған кезде, бұл одақтың қазақ елі үшін аса тиімді емес екенін айтып жатыр. Енді әрине биліктің саяси риторикасы ол өз алдына басқа әңгіме. Олар бұл одақтың тиімді екенін айтады. Еуразия құрлығындағы ең үлкен ұйым екендігін де айтқан болатын осы кезге дейін. Қалай дегенмен де енді Иманғали Тасмағамбетов басқарып отырған осы ұйым Ресейге көмектесе ме? Міне осы сұрақ қаншама халықты алаңдатып отыр десем артық айтқандық емес. Себебі Иманғали Тасмағамбетовтың қазақтан шыққанын білесіздер. Қазақстанның қаншама жерлерін, аймақтарын басқарған адам. Саяси элитаның арасында, халықтың арасында бір сүйкімі бар тұлға деп айтуымызға да болады. Әрине кейбір адамдар оны Назарбаевтың продуктысы деген сияқты әңгімеде айтып жүр. Қалай дегенмен де Иманғали Тасмағамбетов көп шенеуніктің бірі емес, оны ашық айтуымыз керек. Ал қазіргі кезде Иманғали Тасмағамбетовтың ОДКБ-ның басшылығына баруында ресейлік саясаткерлер бұны кездейсоқ емес деп мәлімдеген болатын. Енді осы Иманғали Тасмағамбетов Ресейге көмек бере ме, яғни ОДКБ? Осыған байланысты ресми ақпаратты тыңдап көріңіздер, содан кейін осы әңгімені, осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Иманғали Тасмағамбетов Азаттықтың жолдаған сауалына былай деп жауап берген еді. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы қабылдаған процедураға сәйкес ұйымға мүше ел әскери көмекті қажетсінсе ұйымға ресми түрде өтініш жасауы керек. Курскідегі жағдайға байланысты Ресей тарабынан мұндай өтініш қазірге дейін түскен жоқ деп хабарлаған екен. Өздеріңізге белгілі, Иманғали Тасмағамбетовтың мұндай жауап беруі қазақ қоғамында түрлі талқыланып жатыр. Міне Иманғали Тасмағамбетовтың ресми жауабы осындай болды. Меніңше қазіргі кезде Иманғали Тасмағамбетов әрине ол осындай ОДКБ-ның басшылығына келетін кезде білді деп ойлаймын. Оны қандай маңызды шешімдер қабылдау керектігін алдағы уақытта, өткені Ресейді ол Иманғали бұрыннан жақсы білет. Өзінің саяси карьерасы жолында да Ресеймен талай рет екі жақты келіссөздер жүргізді. Жалпы Ресей туралы жақсы білетін тұлғалардың бірі Қазақстандағы, және практик саясаткер, яғни бір белгілі бір эксперт қана емес, Иманғали ол тәжірибеден өткен саясаткер.
Сондықтан мен ойлаймын қазіргі кезде Иманғалидың жағдайы былай тартсаң өгіз өледі, былай тартсаң арбасынаттың кері келіп тұрған жоқ екен ол кісінің басына. Өйткені Иманғали Тасмағамбетовтің бұл басшылықта болуы қазақ қоғамын үлкен алаңдаушылыққа салғанды жасыратын жай емес. Ал енді былай талдап көрейікші, егер де әрине Ресейдің шенеуніктері қазақтардан көмек сұрамаймыз деп ресми түрде мәлімдеді. Егер көмек сұрай қалған жағдайдың өзінде көмек беру мүмкін ба осы ОДКБ елдері? Мысалы Арменияның қазір осы ОДКБ-дан бөліну процесі жүріп жатыр. Осылай мәлімдеген болатын Армения басшылығы. Өйткені білесіздер, Қарабақтағы жағдайға байланысты болсын, жалпы ол Армения билігі Ресейге қырын қарап жүр. Біз соны байқадық. Ал Қырғызстан болса, бұл батыспен арадағы байланысын бұзғысы келмейді. Сондықтан Ресейді қолдай қоймайтын елдердің бірі. Көмек беретін, яғни көмек бере қоймайды Қырғызстан. Ал Беларусь болса, Лукашенко өзінің билігіне қауіп төнетінін білді. Қазіргі кезде Лукашенконың әрекеті бұрынғыдай емес, белсенді қимылдап жатқан жоқ Лукашенко. Ол да өзінің билігін сақтау керек. Ал Қазақстанның жауабы белгілі. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының заң жарғыларының, яғни қарарлары негізінде қимылдайтын Тоқаев бірнеше рет мәлімдеген болатын. Яғни ол Донецкті, Луганскіні де мойындаған жоқ Тоқаев мысалы. Яғни бейтарап түрінде қалып келе жатыр Қазақстан. Демек, Путиннің ОДКБ-дан көмек сұрайтындай белгілі бір себебі жоқ бұл жерде. Егер де ОДКБ-дан көмек сұрайтын болса, сондай жағдай келетін болса, Путинге, онда ол осы кезге дейін жинаған бүкіл абырой беделін жоғалтады. Путиннің бүкіл репутациясы күл-талқан болады егер көмек сұрайтын болса, әлем елдерінің алдында. Және Путин көмек сұрай алмайды да, себебі ОДКБ-мен ол Украинаға басып кірген кезде келіссөздер жүргізіп кеңескен жоқ. Яғни Қазақстанның, Қырғызстанның, Арменияның, Тәжікстанның сияқты басшылармен кеңесіп, сыртқы істер министрлерімен кеңесіп, Украинаға басып кірердің алдында осындай бір кеңес өткізген жоқ. Ешкіммен санасып шешім қабылдаған ел емес. Сондықтан көмек сұрайтындай да Путиннің ешқандай реті жоқ. Ал Иманғали Тасмағамбетовтың жағдайы бағанағыдай, былай тартсаң өгіз өледі, былай тартсаң арбасынатының кері сияқты. Ендеше біз сіздерге ОДКБ-ның құрамындағы мемлекеттердің Путинге көмек беру ықтималдығының өте төмендігі туралы, тіпті көмек бермейтіндігі туралы талдау жасадық. Яғни көмек беруге ешқандай негіздің жоқтығын талдап көрсеттік. Ендеше сіздер айтыңыздар, енді Путинді не құтқарады, немесе кім құтқарады? Қандай жағдай? Мүмкін бұл жағдай мүлде 180 градусқа өзгеріп кетуі мүмкін бе Путиннің жағдайы? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыздар.